Газелистердің топ 5 сұраныстағы бөлшектері. Бірінші бізде бұл колодка. Колодканың қызметі газельді тоқтатуға арналған. Бағасы 4,5 мың теңге. Бұл оригинал колодка. Бұл оригинал колодканы газеліңізге салатын болсаңыз, газеліңіз мүлде ысқырмайды. Екінші бөлшек бұл бізде передо. Бұл барлық газельде болады негізі, бірақ именно осы оригиналын салатын болсаңыз, газеліңіз мүлде дірілдемейді және жанып кетпейді. Үшінші бізде көп газелистердің сұрап келетіні бұл бізде цилиндр, яғни бұл задний дөңгелектерді тоқтататын болады. Ал егерде оригиналын салмайтын болсаңыздар, жидкость атып кетеді. Ал оригиналын бар болғаны SM групптан 5,000 теңгеге алыңыздар. Төртінші бөлшек помпа деп аталады. Бұл помпа мотордың суын айналдырады. Ал егерде бұл помпаның да оригиналын салмайтын болсаңыздар, қысты күні моторларыңыздан су кетіп, трассаның бойында жаурап қалып қалатын боласыздар, бұзылып. Бесінші бөлшек бұл радиатор печка, яғни сіздің қысты күні печкаңыздан жылы ауа емес, суық ауа ұратын болса, онда сіздің радиатор печкаңызға мусор толып қалған. Ал радиатор печкаңыз мусорға толмасын десеңіз, ол үшін оригинал тосол құю керек.